Саламатсыз, құрметті студенттер. Бүгінгі жаңа тақырыпты бастамас бұрын үй тапсырмасына тоқталып өтейік. Бірінші активити сәйкестендіру. Беріліп тұрғандай 4 сөзге сіз аудармасын тауып сәйкестендірулеріңіз қажет. Сәйкестендіру. Олдырақ, кевер, от, ливер, желбезек, гилс, қанатшылар, файнс. Жауабын дұрыс, Лунар, рахмет. Келесі екінші активити, иә, жоқ. Ұсынылып отырған 5 сұраққа сіздер жауаптарын yes немесе no деп жауап қайтаруларыңыз қажет. Тоңазытылған балықтар 2 тәсілмен жібітеді. No. Балықтың құрамында белоктар, май, минералды заттар бар. Yes. Балық 3 санатқа бөлінеді. Yes. Балық белогында 20-дан астам амин қышқылдар бар. Yes. Балық тазалау машинасының маркасы ТО. No. Назарыңызға рахмет. Көп рахмет, Аида. Жауабын дұрыс. Now, students, how do you think? What about our lesson? The first picture, fishing rod. The second picture, sea. The third picture, aquarium. The fourth picture, water. Студенттер, осы көріп отырған 4 сурет бойынша аудармаларын көріп отырсыңдар. Қармақ, өзен, аквариум, су. Бүгінгі тақырыпты қалай ойлайсыңдар? Не туралы? Студенттер, дұрыс. Жауабы fish, балық. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы балық етінен дайындалатын жартылай фабрикаттар. Semi-finished fish products. Ал келесі сабақтың мақсаты, пәндік мақсаты, балықтан дайындалатын шала фабрикаттар түрлерімен таныстыру, тақырып бойынша ағылшын тілінде терминдерді үйрету. Күтілетін нәтиже: студенттерді балық түрлерін біледі, студенттер балық котлет дайындау технологиясын үйренеді, ағылшын тілінде тақырып бойынша негізгі терминдерді біледі. Балықтан дайындалатын жартылай фабрикаттардың түрлері өте көп. Соның ішінде котлет, шницель, биточки, зразы, орама, тефтельге тоқталып өтеміз. Сабағымызды қорытындылай келіп, балықтан дайындалатын жартылай фабрикаттардың сызбасы: балық, тұз, бұрыш, су, нан қажет. Балықты өңдеп, сүзбеге бөліп, тұз, бұрыш, суды біріктіріп, нанды турап, біріктіріп, ет тартқыштан өткіземіз. Оның барлығын араластырып, жартылай фабрикаттар дайындаймыз. Жартылай фабрикаттардан тефтельдер, биточкалар, орама, шабылған зразы, тельное, фрикаделкілерді өңдеп шығаруға болады. Тефтельдер, мейітбол. Тефтельдердің диаметрі 3 см, әр сыбаға 3-4 данадан келетіндей етіп шаш формасында әзірлейді. Тефтельдер әзірлейтін котлет массасына ұсақтанып туралған әрі шала қуырылған басты пияз қосылады. Котлет массасына нанды аз қосады, ұн аунатпасында аунатады, оларды бұқтыру және орама жасау үшін пайдаланады. Жартылай фабрикаттардың массасы 118 грамм болуы қажет. Келесі биточкалар, meatballs. Биточкалар котлетші дайындайды, бірақ оларға дөңгелек жалпақ пішінді береді. Диаметрі 6 см-ге дейін, қалыңдығы 2 см-ге дейін болуы қажет. Кепкен ұн аунатпасында аунатады, немесе ақ аунатпада аунатуға болады. Әр сыбаға 1-2 данадан пішіндейді. Оларды қуыру және орама жасау үшін әзірлейді. Келесі орама, roll. Орама рулет деп атауға да болады. Ішінде турамалар бар тоқаш нан пішіндес бірнеше сыбаға әзірлеуге арналған өнім. Оларды формулау үшін котлет массасын 1,5 см қабатпен ені 20 см дейінгі тік бұрышты түрдегі ылғалды дәкеге немесе орамалға салып орайды. Жартылай фабрикаттар массасы 125 грамм болулары қажет. Құрметті студенттер, осы беріп отырған дәрістің барлығын, ақпараттың барлығын дәптер бетімен түсірулеріңіз сұралады. Келесі шабылған зразы. Зрази. Шабылған зразы тартымдық өнім. Оны әзірлеу үшін массаны кішілеу тандыр нан түрінде жайып, қалыңдығы 1 см болуы қажет.
Ортасына орамаға дайындалған бірақ ұнтақталған кепкен нан қосылған турамаларды салады. Тік бұрышты сопақша форма бере отырып, зыразы шеттерін қосады. Кепкен нан ұнтағында немесе ақ аунатпада аунатуға болады. Қору үшін пайдаланады. Келесі тельное төлін. Тельное бұл зыразы жарты ай пішінді, оны дәке көмегімен формалайды. Лизонмен кепкен нан ұнтағында аунатады. Қуыруға пайдаланады. Жартылай фабрикат массасы 194, 145, 109 грамм болуы қажет. Келесі фрикаделкалар, meatballs. Фрикаделкалардың ұсақтап туралып шала қуырған басты пияз, шикі жұмыртқа, маргарин қосылған массадан әзірлейді. Оларды әр сыбағаға массасы 12-15 грамм 8-10 данадан кішкентай шарлар пішінде етіп формалайды. Бұқтыру және бұқтыру үшін пайдалануға болады. Құрметті студенттер, мына жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып алуларыңызды сұраймын. Сөздіктер, vocabulary, тефтелдер, meatable, биточкалар, the meatables, орама, roll, шабылған зыразы, зрези, тельное, төлін. Келесі слайдымыз балықтан дайындалатын жартылай фабрикаттарын сақтау мерзімі. Балықты жартылай фабрикаттарды ұзақ сақтауға болмайды. Бөлшектеген балықтарды және жартылай фабрикаттарды 0 градустан 4 градусқа 2 сағат бойы салқындатып ары қарай сақтайды. Ірі балықтарды 24 сағат, порциялық бөліктерді 8 сағат, котлет массын жасаған жартылай фабрикаттарды 12 сағатқа дейін сақтауға болады. Келесі кезек бейне материалды көрейік. Балық етінен дайындалған котлет. Құрамына 1 кг таза өңделген балық, 1 пияз, 20 грамм тұз, 20 грамм шекер, 1 грамм бұрыш, 1 сарымсақ, 2 дана лав жапырағы, 200 грамм нан, сүт және жұмыртқа, майонез, өсімдік майы қажет. Бірінші 200 грамм нанға сүт құйып, жұмсартып аламыз. 1 дана пиязды тазалап, текшешелерге турап, өсімдік майына қуырып аламыз және суытамыз. Таза өңделген балықты еттартқыштан 2-3 рет өткіземіз. Өнімге 1 ас қасық майонез, 1 жұмыртқа, 2 шай қасық тұз, 2 шай қасық шекер, жарты шай қасық бұрыш, сарымсақты өткіштен өткіземіз. Қуырған пиязды қосып араластырамыз. Өнімді араластырып, өнімді формалап, сүйір ұшты немесе сопақтау, жалпақтау формасын беріп формалаймыз. Табаға арнайы қағазды төсеп, өнімді формалап салып, үстіне майонезді жағамыз. Қызып тұрған 150 градус қыздырғыш пеште 45 минут пісіріп аламыз. Дайын болған котлеттерді 1-2 данадан көкөністермен, картоп пюресімен ұсынуға болады. Осы көрсетілген бейне материалдарды дәптер бетіне жазып алуларыңызға болады. Келесі активитеттер, сабақты бекіту. Көріп отырғандай, 4 дөңгелек орама, тельное, биточек, тефтелдер төмендегі стрелка арқылы көрсетулеріңіз қажет. Мысалы, балық массасы жарты ай пішінді. Қалай ойлайсыңдар, бұл қайсы орамаға жатады ма, тельное, биточек, тефтелдер? Дұрыс жауабын дәптер бетіне жазып, классрум арқылы жіберулерін сұралады. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасын жазып алайық. Бүгінгі көрсетілген немесе өткізілген тақырып бойынша шала фабрикаттардың бір түрін алып, дайындап көріңіз. Және де оны бейне материалға түсіріп, классрум арқылы жіберулеріңізге болады. Көп рахмет, сау болыңыз.